Қазақстан Республикасының азаматтары Мергенбаев Айбек Оразбекұлы мен Ашимова Хорлан Нұржан қызының некеге тұру рәсіміне арналған салтанатты бастаймыз. Қадірменді ата-аналар, қонақтар, екі жастың неке қию рәсіміне қош келіпсіздер. Дүниеге келген әрбір азамат өз басынан бірнеше кезеңдер өткізеді. Балауса балалық, жастық шақ, жұбайлық кезең. Бүгін міне Айбек пен Хорлан осы жұбайлық кезеңдеріне аяқ басқалы тұр. Қазір сіздер неке қию рәсімінің ең бір толғандырар сәттерінің куәсі боласыздар. Айбек, Хорлан, сіздердің үйлену ұйғарымдарыңыз таза, шынай сезіммен шешілген болса, ата-ана, туған туыс, жора жолдастарыңызды куә ете отырып, өмірдің барлық кезеңдерінде бірге қол ұстасып өтеміз деп бір-бірлеріңізге уәде бере аласыздар ма? Сіз күйеу жігіт, сіз қалыңдық. Олай болса жақын келіп, махаббат сертіне өз қолдарыңызды қоюларыңызды сұраймын. Қуанышпен қайғыда, жайма шуақ жайлыда, ең шуақты күндерде, бақытты бал түндерде, сенімді серігің болуға серт етемін деп жастар қол қойды. Қалыңдық пен күйеу жағынан келген куәгерлерді жақын келіп, өз қолдарын қоюларын сұраймын. Қазақстан мемлекетінің неке және отбасы заңына сәйкес және өз өтініштеріңіз бойынша бүгін қыркүйек айының 21 жұлдызында 2019 жылы сіздердің некелеріңіз тіркелді. Сіздерді ерлі зайыптылар деп жариялаймыз. Осындай бақытты сәттің белгісінде және де жұптарыңыз ешқашанда жазылмай жүрсін деп неке жүзігімен алмасуларыңызды сұраймын. Неке қиған жүзікті сәндік үшін тақпайды. Неке қиған жүзікті қос жүрек мәңгі сақтайды. Қадірменді жас жұбайлар, енді сіздердің ең алғашқы отбасылық құжаттарыңыз неке туралы куәлігін табыстауға рұқсат етіңіздер.
Қадірменді жас жұбайлар, біздің қазақ халқында өмір оты сөнбесін деген ұлағатты сөз бар. Осы отпен кірген жылулық үйлеріңізге келген туған туыс, жора жолдастарыңызға өз жылуын берсін. Түн ұйқысын төрт бөліп, мәпелеп өсірген ата-аналарыңызға деген сіздердің сүйіспеншіліктеріңіз оттай ыстық болсын. Ал екеулеріңіздің араларыңыздағы ақ махаббаттарыңыз ешқашанда сөнбей, алаулап жана берсін. О әке, асқар тауымдар ашыңым, өзіңсің ақылшым мен жанашырым. Сен бердің маған өмір, сондықтан да сенікі бар байлығым, бар асылым. Ана керек. О адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық дәдер дананы, даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Ақ бесіктеріңізді аялап, ұйқысыз өткізген түндер үшін, жүрек жылулығы үшін, алақандарының жылулығы үшін ата-аналарыңызға бас иіп, сәлем салуларыңыз сұраймын. Қадірменді ата-аналар, Мергенбаевтардың ұрпағын жалғастыратын Айбек пен Хорланға ақ отауды табыстауларыңыз сұраймын. Көтеріліп отырған жас отаудың шаңырағы биік, босағасы берік, іші толған сәбилердің күлкісі болуына бүгінгі тойға жиналған барша қауым шын жүректен тілектес. Айбек, Хорлан, болашақ сіздер үшін бүгіннен басталады. 25 жылдан кейін күміс той, 50 жылдан кейін алтын тойларыңызды тойлауға біз тілектеспіз. Жас жұбайлық өмірге сәтті сапар, алдарыңыздан ақ жол шықсын. Ғашық оты жанары жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың бақ әні. Ғашық болған күннен бастап достары, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Екі жүрек ұғынады